Мәриямға хабарластың ба? Жоқ, әлі хабарласқам жоқ. Сағындың ба? Атының өз сағыныш қой. Қайтайын, көке. Ер жігіт сағынбай тұрмайды. Бірақ сағынғанын жасырады. Олай іштен тынба. Қаласаң маған айтуыңа болады. Көңіл жайы менен артық білетін ешкім жоқ. Жарайды, көке. Невзатқа айтушы болма. Ол ылғи әйелдерді жақтайды. Ол бұған бас қатырмайды. Әулеттің ісіне сенен артық алаңдап жүр. Еңбегін мойындау керек. Дегеніне жетті ғой. Бүгін жігіттерін жинап, бастығына кетіп бара жатқан. Қандай бастық? Үлкен бастығы да? Барсын әрине. Мақтауға лайық. Мойныма медаль тағатын шығар. Жігіттерін шақырған болса. Қалай сонда? Оларда сондай әдет бар ма? Қарағым, біздің өкімет мойнына бұғалық салмаса, бұл сенің ең үлкен медалің деп біл. Айшен, телефонды алшы. Алло? Ханым бекен? Жоқ, мен Айшенмін. Сіз кім боласыз? Мен Назлымын. Сөйлесе алам ба? Тоқтай тұрыңыз. Лүтфия. Я, бізді оңаша қалдыршы. Назла. Қандай Назла? Кәдімгі Назла. Есікке баршы. Тыңдап тұрмын. Сәлем. Сен мен шұғыл кездесуім керек. Қандай мәселе? Маңызды нәрсе. Телефонда айтуға болмайтындай маңызды. Жарайды. Кездесейік. Мақұл. Мен үйіңнен 2 көше төмендегі таш сокақтамын. Осында күтем. Жақсы. Қазір барам. Әпке. Не болып жатыр? Кездескісі келеді екен. Мұның есі дұрыс па? Барып асыл бөлсін. Бүгін ашуланбаймын деп айттым ғой. Сонда да ашуланбаймын. Бауырлар, Оналбей үстелде бос орын болмау тиістеуші еді. Өкінішке орай, әлде бір жағдайлардан кейін үстелімізде 2 орын босап қалды. Бірақ мен Оналбейдің ұстанымынан таймауды жөн санаймын. Бұл үстелде бос орын болмайды. Бауырым, бос орынның бірі Шахин ағаныкі екенін түсіндік. Екінші орынға кімді отырғызасың? Ильясты ма, Алпарсланды ма?
Бір әулеттен екі адам бірдей отыра алмайды, солай емес пе, Уналбей? Мен қызырды тыңдаймын. Рахмет. Тепейдің айтқанын құптамаймын. Өйткені бұл жиын достардың бас қосу емес. Бұл іскерлердің жиыны. Дегенмен қатарымызда жаңартпасақ болмайды. Өйткені мұнда қан төгілді. Сонымен, бұл жиыннан 3 әулет кетеді. Мұны қан төгіспен емес. Ақылмен шешкен жөн деп білем. Сондықтан мәселені дауысқа салмай өздері келіскенін қалаймын. 30 бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7 арна, 2019 жыл.